Алақандағыдай алдарыңызда Корея, достар. Біздің Көктөбе, немесе Бәйдібек Батыр саябағы Шымкенттегі. Біз осындай 3 километр жол жүруге шықтық, жүріп жүрміз. Балалармен оңай емес, бірақ мынау әдемі көрініс. Я думаю, того стоит. Кәрістерге ешқандай қиыншылығы жоқ, анау ата кетіп бара жатыр. Қанша километрден бері жеп жеңіл оп-оңай кетіп бара жатыр. Неге Кореяның тұрғындары жайлы жалба. Страна долгожителей деп айтады ғой. Соны осында келіп мен енді түсініп жатырмын. Қазақстанда жүргенде ойлаушы едім, мүмкін күріш көп жейді олар, мүмкін морепродукты көп жейді, нан жемейді, содан шығар деп. Оның да әсері бар шығар, бірақ оның нағыз әсері, достар, осы екен. Қазір ғана бір кәрі ата деп айтсақ болады, сол кетті серуендеп. Жеп жеңіл серуендеп жүр ғой. Мүмкін білмеймін, балдармен қиналып жүрген шығармын. Балдарсыз шықсам да қиналатын едім деп ойлаймын, потому что қыра-қыра шығып келе жатырмыз. Осындай керемет көрініс. Көп жүру керек, спортпен айналыспасақ та көп серуендеу керек. Сонда ұзақ өмір сүресіздер, кәрістер құсап әдемі болып, артық майсыз өмір сүресіздер, достар. Сөйтіп өмір сүруді Алла қаласын. Жаңа күшті кадрды түсіріп үлгере алмай қалдым балдармен жүріп. Түсіргім келді, бірақ түсіре алмадым. Ата, жасы келген ата, скандинавский палочкалармен кетіп бара жатыр. Жалаң аяқ. Бүгін айтпасам, күн суық қой, қарасаңшы қалай киініп алғанбыз. Сонша километр ол жалаң аяқ жүріп бара жатыр. Міне денсаулықтың көрінісі, нағыз денсаулықтың көрінісі деп білемін, достар. Жеп жеңіл кетіп бара жатыр, еще жалаң аяқ. Қазір тағы да сондай аталар шықса көрсетуге тырысамын, достар.